Құрметті ата-аналар, қолдарыңыздағы бұл кітап қысқа әңгімеден құралған жинақ. Бұл қызықты, мейірімді әрі тәрбиелік мәні зор хикаялар. Олар өсіп келе жатқан ұрпақта адалдық, қайырымдылық, сезімталдық, адамгершілік, жанашырлық, жауапкершілік, тәрбиелілік, үлкендерді құрметтеу, жақсы дос болуға ұмтылу, өзгеге қамқор болу, көмектесу және жақсылық жасау сияқты маңызды да қажет қасиеттермен таныстырады. Сонымен қатар дініміз үйрететін көптеген көркем мінездерді де балаларға көрсетеді. Кітаптың кейіпкерлері жас мұсылман ұлдар мен қыздар. Олар қарапайым оқиғалар арқылы исламның негізгі қайнар көздері Құран мен сүннетті таниды, жақсылық жасап, жақсы әдеттерге бой үйретеді. Барлығымыз секілді олар да кейде қателеседі, алайда әрдайым қатесін түзетуге, одан сабақ алуға және жақсырақ болуға ұмтылады. Бұл кейіпкерлер балаларға үлгі болып, кейбір аяттар мен хадистермен таныстырады және оларды өмірде қалай қолдануға болатынын көрсетеді. Әңгімелерді балалармен бірге оқып, міндетті түрде талқылаған дұрыс. Балада сұрақтар туындауы мүмкін, немесе ол өз ойларымен, әсерлерімен бөліскісі келуі ықтимал. Мүмкін оқып отырып, ол басқа кітаптардан немесе өмірінен ұқсас оқиғаларды еске түсірер. Жақсылыққа тәрбиелейтін кез келген кітап жас оқырманға ой салып, оның дұрыс дамуына ықпал етеді және көптеген жағымды әсер сыйлайды. Ал ата-ана үшін баламен бірге оқу, баламен жақын араласудың, байланысты нығайтудың, оның ішкі әлемін түсіндіруді. Баламен өткізген уақыт өте қымбат және оның тәрбиесінде үлкен рөл атқарады. Бұл уақытты дінді танып білуге және пайдалы білім алуға арнау оның құндылығын одан әрі арттыра түседі. Дұрыс және қызықты ұйымдастырылған бос уақыт баланың жан-жақты дамуының кепілі, дені сау өмір салтының маңызды бөлігі. Кітаптар да баланың бос уақытының маңызды құрамдас бөлігі болуы тиіс. Өйткені олар баланы пайдалы нәрселерге үйретіп қана қоймай, қоршаған ортамен таныстырып, дүние танымын кеңейтеді және көп қуаныш сыйлайды. Бұл кітап балаларға исламның көркем әлеміне жол ашып, оның жоғары адамгершілік құндылықтарымен таныстыруға көмектеседі. Қызықты әрі пайдалы оқу тілейміз.